Бүгінгі сот процесі мәресіне жетті. Әлім аға, Бағдаргүл ханым, Бекзат аға үлкен жұмыс атқарды. Бұл кісілерге қанша ризашылығымды білдіріп жатсақ та, бұл кісілерге ол ризашылықтың өзі де аз болады. Біз аманаттай тапсырған жұмысты әдемі, нақты, жақсы алып өтті деп ойлаймын. Өйткені сотқа 10 күн қалғанда бұл істі алған болады. Қаншалықты қорқынышты болып жатса да, біз өзіміз қорқып жаттық бұл кісілердің қауіпсіздігіне. Және Жан мырзаға да рахметімізді айтамыз. Осы көп жұмыстың барлығының еңбегі осы ағаларда, әпкемізде толықтай басқарып өткен нағыз жұмыстың майталмандары, ел ағаларының ел әпкесі. Алла разы болсын сіздерге. Мысықты өлтірген адамды кінәлі деп таныған. Шерзаттың өліміне 15 адам қатысып, оның 13-і ғана тергеуге өтіп, ал 11-і ғана арестке ілігіп, сотқа дейін 9-і ғана жетеді. Ал Шерзаттың өліміне кінәлі деп тек қана бір адамға ғана айып тағылып отыр. Сонда қалай болғаны, қалғандары көршілерге ұйықтауға мешайт еткен бе деп, қазақстандық белгілі заңгер Жохар Өтебеков өзінің парақшасында осы мәселе бойынша толық айтқан болатын. Біздің ойымызша, бұл істі әу бастан өзінің ісінің білікті мамандарына тапсыру керек еді. Қазіргі біздің көріп отырғанымыз жаңағы Шерзат және Шерзаттың туысқандарының заңгерлері, ол азаматтық істерге қатысып жүрген заңгерлер. Осыдан ақ білуге болады. Мысалы, Жохар Өтебековті алатын болсақ, ол ақтаулық жаңағы мысықты өлтірген адамды кінәлі деп таныған мықты заңгер, сондықтан осындай мықты заңгерлерді алу керек еді. Сондықтан қоғамдағы мына правозащитник деген галочке адамдардың барлығы заңгер емес, достар. Шерзаттың соты бітті. Ойладым менде де бір 5 тиынымды қыстырып кетейін деп. Мынау бір сотталған, ең көп жылға сотталған жігіттің анасы. Мен келсем, соттың шешімі әділ шығар, барлығы дұрыс шығар, ағайындар қанағат болған шығар. Барлығына келсем, жаңағы Шерзаттың семьясынікі қате деп айтпаймын, бірақ қаншалықты дұрыс біздің әлеуметтік желіде бұл кісілерді қанышерді туған адам деп айту. Қарап көріп тұрсаңыздар, қарапайым адам баласы сотталып жатыр. Реакциясы қандай болу керек сонда? Әрине ол кісі жылайды, жынданады. Баласы адамды толықтай бағып жүруі мүмкін емес. Баласының ондай істегенде бұл кісінің кінәсі жоқ. Бұл кісі бір баласын қанышер қылып тәрбиелеген жоқ. Мен сол үшін халықты шақырар едім, жаңағыдай ондай нәрселерге түсінікпен қарауға. Ешбір атана балам жаман болсын демейді. Соның ішінде аналар. Бұл жағдайды, мысал үшін, мен өзім ойлаймын, тек қана баласы істі болған адамдар түсінеді. Қарапайым адамдар бұндай комментарий жазып, жаңағы семьясын булить етіп, ондай керек емес ағайын. Елімізде қаншама әділетсіздік болып жатыр. Шерзаттың жағдайы өлім, қайғы қасірет болды. Но бірақ бізде бір адамның қайтқанынан бізде ұлт құртылып кететіндей қастандық істелініп жатыр да бізде. Жасырын жерлеріміз сатылып, кен орындарымыз сатылып, пайдалы қазбаларымыз сатылып, шетелмен жасырын келісімдер алып жатыр. Қаншама әділетсіз соттар болып жатыр. Қаншама семьяның бизнестерін тартып алып жатыр. Балалар семьясымен өртеніп кетіп жатыр. Жолдың нашарлығынан қаншама мысалға қазақтағы жолдың сапасы жолының кесірінен қаншама семья құртылып жатыр. Уақытлы газ, су, свет дұрыс жүргізілмегеннің кесірінен, үйлер дұрыс тексерілмегеннің кесірінен қаншама балалар өртеніп кетіп жатыр, уланып, өліп қалып жатыр. Сондайларға неге көңіл аудармаймыз? Бір семьяның несіне бүкіл парымызды шығарып, бүкіл эмоциямызды тек қана бір іске ғана беріп қойдық. Сол үшін 7-ші қабаттан секіріп өлді, өз-өзіне қол жұмсады мыс деген Ақнар қарындасымызға
көбісі әсіресе оның туыстары ата анасы сенбейді, өз өзіне қол жұмсады деген. Міне қылқындырған, міне кеңірдегінде міне тырнақ, білегінде міне тістелген. Өйткені мына ДНК-лардың сараптамасы бойынша Ақнардың білегі тістелген, мойны қылқындырған, және қылқындырып атқан 1-2 видео шығып кеткен. Оның жанындағы подружка типа құрбылары ол ішіп алып, оқтап, өзімен өзі балконнан секіріп кетті дейді. Видеоларда Ақнар зәбір көріп жатқан бейнеде. Сіздер соны түсіресіздер. Иә, өзге бір адамды түсіріп жатсыздар. Және соны туған туысқандарына жібересіздер. Бірақ қазір сіз мен алдымда отырып, керісінше Ақнар Рәнаға зәбір көрсетті деп тұрсыз ғой. Бірақ оның видеосы жоқ бізде. Дұрыс қой? Иә. Енді мен кімге сену керекпін? Полицияға сенуіміз керек қой. Полицияға сену керекпін бе? Жақсы. Бірақ та біз бір видеоны білеміз, ұмытпаңыздар. Қарама-қарсы үйден түсірілген видео, өздеріңіз білетіндей. Ол жерде Ақнар терезеден секірген кезде бір адамның силуэті қалықпаған болатын. Сол қалықпаған адам неге оған көмектеспеді? Ол жерде не болды? Неге басқа жанындағы болған екі қыз куәгер сияқты болып қалды? Оның бір сыры бар болып тұр ғой. Өйткені бұл жерде полицейскияларда ол қыздарды неғып куәгер қойылды? Ол қыздардың бір үлкен ағалары бар ма, ақша берді, таныстары бар ма, о жағын білмейміз. Бірақ та менің де ойымша білегі тістелген және де мойнында қылқынған із қалған қыз өзімен өзі 7-ші қабаттан секіріп кетеді деп ойламаймын. Так что осы іске әділ қарауымыз керек. Мамасының өзі қазіргі уақытта бүкіл Қазақстан журналистерінен, бүкіл мына ген прокуратурадан барлығынан көмек сұрап жатыр, әділдік сұрап. Біз осындай қарындасымызды қорғай алмасақ, әділдігіне жете алмасақ, несіне қазақтың жігіттері болып жүріп? Ақнар үшін біз қазақ жігіттері, қазақ қауымы азаматтары әділдік сұраймыз, әділ қаралсын. Және де бұған қатысты адамдардың барлығы тергеу анықталсын. Өйткені бұл жерде бір гәп бар. Гәп болмаса, мынау басқа адамдар Руслан Өтепбайдың сұхбатында маска киіп келмейтін еді. Олардың бір жасырғаны болып тұр ғой. Сондықтан да біз Қазақстан Республикасының заңына сүйене отырып әділдік талап етеміз. Ашық сот болсын, әділдік болсын, болды. Біз басқа ештеңке сұрамаймыз. Өйткені әр осындай істер ертең сіздің қарындасыңыз, ертең сіздің сіңіліңіз осындай жағдайға ұрынбайтынына кім кепіл? Соған айтыңыздаршы. Құрметті атыраулықтар, бізде бұл Атырау қаласы, Атырау қаласының қақ ортасы, Тайманов көшесі. Бұл Қазақ-Ойл заправка. Білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын біздер осы жерде тұрып мәселе көтердік. Мына заправка заңсыз тұр деп. Не үшін заңсыз тұр деп айттық? Себебі қараңыздар, айналасын барлығы міне тұрғын үйлер, қоғамдық орын, ресторан, гостиница, үй бар, міне 9 қатарлы үй. Біз көтергеннен кейін, міне дәл артында осы үйді құрылыс бақылау басқармасы тексеріс жүргізіп, заңсыз деп тоқтатып тастады. Жарайды, рахмет, заңсыз болған болар. Енді бұл жерде жалғыз бұл емес қой. Қараңыздар, міне айналасындағы міне, мынау Жарбосының 62 ма? Міне мына жағымыз үй 9 қатарлы. Міне гостиница ма, мынау кофе ішетін қоғамдық орын, ресторан. Кемінде тұрғын үй мен мындай бензин заправканың қашықтығы 50 метр болу керек заңдылығында. Бұл жерде 50 метр жоқ, барлығы жақсы біледі ғой оны. Қараңыздар, міне 20 метр бар ма, жоқ па? Одан не керек? Қараңыздар, мынау цистернасы ғой, бензин сақтайтын. Күніне бензовоз келеді, бірнеше тонналық бензовоз келеді де, мына жерге бензин құяды. Міне қараңыздар, мына астында қаншама цистерна бар екен білмеймін, қанша тонна цистерна жатқан астында, бірақ мына жерде бензин иісі сасып тұр. Күніне келіп құйып жатыр. Одан не керек? Қараңыздар, міне трансформатор көріп тұрсыздар ма? Мына трансформатор қанша, электрикті жақсы біледі ғой. 380 ба? Егерде 220 болса, заңдылығында 220 мен мындай заправканың қашықтығы кемінде 25 метр болу керек. Егерде 220 болған өзінде 25 метр болу керек. Мына жерде мынау үлкен, мынау 380 ғой. Мына жерде 5 метр бар ма, жоқ па 5 метр? Қараңыздар. А осын кім тексеріп жатыр? Ол СЭС-тің требованиясы ғой. СЭС қайда қарап отыр? ЧС қайда қарап отыр? Акимат қайда қарап отыр? Айналасын барлығына халық жиналып, неге осын заправка жұмыс жасап жатыр бізде? Кім кепіл алдағы уақытта қандай да бір жағдай болмайтынына? Алаңға мейрам сайын халық жиналады мұнда. Мыңдаған халық жиналады мейрамға, білесіздер. Бала шаға, бүткіл барлық Атырау осы жерге жиналады мейрам болған сайын. Бірақ
білмеймін, айналасы трансформатор тұр, міне қараңыздар. Мына жер бензин сасып тұр қазір. Бірнеше тонналық астын цистерналар жатыр. Оның іші бензовоз келіп бензин құяды. Міне тұрғын үй тұр, міне 9 қатарлық. Мен білмеймін, осыған кім мүмкіндік беріп отыр жұмыс жасауға. Тоқтаттыр мына заправканы. Қазір енді проверка жүріп жатыр ғой. Міне сіздер көз алдыңызда тұр. Алысқа барып керек емес, міне акиматтың қасында, қаланың қақ ортасында. Осыдан бастаңыздар ең бірінші.